Сәлем достар, қалайсыздар? 8-ші сыныптың оқушыларымен арифметикалық квадраттардың қасиеттеріне байланысты есептерді шығаруды көрсетеміз. Міне мақсатымыз не? Мақсатымыз арифметикалық квадраттардың қасиеттерін қолданып есептер шығару. Ықшамда дейді. Енді бұндай өрнектерді ықшамдан кезде біздің мақсат мына түбірлердің астындағы өрнектерді бірдей етіп алу. Демек, мына 8-ді біз 4 көбейтілген 2 деп жазамыз. Қосылған 5 түбір асты 2 тең 4-тен 2 шығарып жібереміз, 2 болады. Қосылған 5 түбір асты 2 болады. Сол кезде 2 өрнектің мына иррационал сандары бірдей. Сол себепті бұл біз екеуі таңбалар бірдей болғандықтан қосамыз. Мына 5-ке 2-ні қосамыз, 7 болады. 7 түбір асты 2 болады. Біздегі 2 дегеніміз былайша айтқан кезде бір А деген сан секілді. Басқашына 2А-ға 5А-ны қостық, 7А болды дегендей елестетуімізге болады. Міне жерде де сондай. Дәл сол сияқты операцияны орындаймыз. Түбір астында міне кішкентай түбірдің астында 3 тұр, сондықтан мына түбір асты 75-ті де қандай да бір сан көбейтілген түбір асты 3 деп жазып алуға тырысамыз. Мына 3-ті жазып қойын, түбір 75 дегеніміз ол 25 көбейтілген 3-ау дей ме? Қателеспесек. Қателеспеуіміз керек балалар. 3 көбейтілген 25-тен 5 шығады. Мына арада түбір асты 3 қалады. Минус 2 түбір асты 3. Сонда мынау 15 болады. Тура жаңағы қағида бойынша, мынаны А деп ойласақ, 15А-дан азайтамыз 2А-ны. 15А-дан 2А-ны азайтсақ, 13А болады. А-ның орнында бізде түбір асты 3 тұр деген сөз. Мына жерде де сол секілді шығарамыз. Енді біздің арманымыз тек қана мына неғұрлым түбірдің астында тұрған радикалдың астындағы санды мейлінше кішірейту, қарапайым ету. Міне 36-та 2-ні өтсек 72 болады ғой. Азайтылған 4 түбір астындағы. Ал 98 дегеніміз не? 98 дегеніміз енді мына жерде 2 деген түбірден шықпайтын сан ғой. Сондықтан 98-ді 2-ке бөлейік, ол 49 көбейтілген 2 болады. Сол емес пе? Сонда мына 36-дан 3-мізді жазып қойып, 36-дан 6 шығады. Түбір асты 2 қалады. Азайтылған 4. Мына 7-ден 49-дан 7 шығады. Түбір астында 2-сі қалады. Тура жаңағыдағы сияқты. Мына 18 түбір асты 2. Азайтылған 28 түбір асты 2. Енді жаңағыдай бізде А-ның орнында мынау тұры А. Тек қана 18А минус 28А. Таңбалар әртүрлі сандарды алған кезде үлкеннен кішісін аламыз да, үлкеннің таңбасын қоямыз дейді. Модулі бойынша үлкеннен кішісін аламыз да, модулі бойынша үлкеннің таңбасын қоямыз. 28-ден 18-ді алып аламыз, 10 болады. 28 модулі бойынша үлкен, сондықтан минус 10 түбір асты 2 деп жазамыз. Ары қарай кеттік. Түбір асты 2. Бұл ең қарапайым жазу. Енді мына 50-ді 25, енді біз тездетіп шығарып отырсақ, 25-тен 5 шығады да 2 қалады. Азайтылған 4 көбейтілген 128-ді не деп жазуға болады? 128-ді 64 көбейту 2 деуге болады. 64-тен 1-ден 8-ді шығарып жүреміз, сол кезде 2. Көріп тұрсаңыз, барлығында түбір асты 2 бар. Енді мұнарда 1 деген коэффициент бар деген сөз. 1-ге 5-ті қоссақ 6 түбір асты 2 азайтылған 32 түбір асты 2. Тағы да мына екінші тұрғанның несі модулі бойынша үлкен. Сол себепті терістен шығады деп айтамыз. 32-ден 6-ны алар болсақ, 32-ден 26 минус 26 түбір асты 2 деген жауап шығады екен. Енді осы есептерді дәл осылай өздеріңіз ары қарай аяқтауларыңызға болады. Мұны екеуі қиын емес. Мен мына бір D деген пунктті көрейін. D деген пунктті қос дейді. Ықшамда деп жатыр. Енді біздің мақсат мынау
Бұлай істей салайық. 4-тен түбір асты 7 қосылған 3-тен, мына 28 дегеніміз ол 4 көбейтілген 7. Енді 4-тен қарап тұрсаңыздар 2 шығып кетеді. 2 түбір асты 7 болады. Сол кезде ортақ бөлімге келтірсек 12, мұнараға 3, мұнараға 4 келеді. Мұнауымыз 3 түбір асты 7 қосылған, мұнауымыз 8 түбір асты 7. Енді біріктіріп есептейміз, 12-міз тұра берсін. 8 түбір асты 7-ге 3 түбір асты 7-ні қосатын болсақ, 11 түбір асты 7. Міне есебіміздің жауабы осылай болады екен. Келесі. Мына жерде де тура осы алғашқы сияқты шығаруға болады. Мынау 3 түбір асты 3 бөлінген 10 азайтылған 48-ді біз не дейміз? 48-ді болады бұлай жазуға. 16 көбейту 3 деп жазып алуға болады 48-ді. Сол кезде 16-сынан 4 шығады да 3-і қала береді түбір астында. 15. Енді ортақ бөлгіш, ортақ есебінде 5 пен 10-ның неше болады? 30, 30-ды 10-ға бөлсек 3, 30-ды 15-ге бөлсек 2. Сол кезде мына бір толықтауыш көбейткіш тек қана мына алдындағы санға көбейтіледі. Мынаның ішіне де көбейтіп жүрмеңіздер. 3-ке 3-ті көбейтеміз, 9 түбір асты 3. Азайтылған, мына 2, мына 4-ке ғана көбейтіледі. 8 түбір асты 3. Демек, бөлімінде 30, алымында 9 түбір асты 3-тен 8 түбір асты азайтамыз, жай ғана түбір асты 3 қалады. Міне, есептің жауабы осындай. Әзірге осымен тоқтайық. Назарларыңызға рахмет.